Достар, сәлем. Қайырлы күн баршаңызға. Мен телец белгісіндегі адамдарға арналған гороскопты қабыл алыңыздар. Гороскоптан бұрын мен сіздерге қазақтың өзіміздің жұлдызнамамызды қазір мен зерттеп, күндіз-түні зерттеп жүргенімді айтқым келіп отыр. Ол жұлдызнама өте керемет жазылған екен. Мен сіздерге оны міндетті түрде бөлісетін боламын алдағы уақыттарда. Ал енді қалай дейді біздің жұлдызнамамызда, егер март айының бірінші жұлдызы, бірінші числосы егер вторникке, сәрсенбіге сәйкес келсе, жалпы қантөгіс болады деп жазылған екен. Бірақ енді оны анық-қанығын әлі белгісіз, оны көре жатармыз. Және де егер тигр жылы келген кезде қантөгіс жылы болады деп айтылған екен. Сонымен қатар шығыстағы бір патша қайтыс болады деп айтылыпты. Енді бұның барлығын әзірге мен зерттеп жүрмін. Алдағы уақытта тағы да көре жатармыз қалай болатынын. Ал егер сіздер қазақтың жұлдызнамасын білетін болсаңыздар, маған жазсаңыздар екен деймін. Енді телец белгісіндегі адамдарға арналған гороскоп. Март айына арналған гороскоп. 2 март күні барлығымызға жаңа ай туады. Жаңа ай телец белгісіндегі адамдарға 11-ші домға келіп тұр. Ол 11-ші домда Солнце, Луна, Юпитер, Нептун планетасы кездеседі. Бұл 11-ші дом армандар үйі деп аталады. Жалпы өміріңізде нені қалайсыз, соны дәптерге жазып алыңыз. Арман мақсаттарды міндетті түрде дәптерге жазу керек, оны ойласаңыздар болады, визуализация жасауға керемет. Сосын айналаңыздағы адамдар өзгеретін болады. Өміріңізге жаңа адамдар келеді. Мүмкін жаңа достар пайда болады, жаңа достар табасыз, мүмкін жаңа коллективке келесіз. Интернет арқылы қосымша жұмыс жасауға керемет мүмкіндік туып тұр. Бір сөзбен айтқанда, сіздерге өмірлеріңізге жаңа адам, жаңа нәрсе келгелі жатыр. Сіздерде телец белгісіндегі адамдарда 30 апрель күні затмение болады. Затмение деген ол адамдарда болатын өзгерістер. Ол бір-екі ай бұрын болуы мүмкін, немесе бір-екі ай кейін де болуы мүмкін. 30 апрельде затмение болады. Бұл өмірдің өзгеретінін білдіреді. Өмірлеріңіз бұрынғыдай болмайды. 5-6 март күні Юпитер мен Солнце біргеді. Екеуі бір планета бір жерде кездеседі. Ол тағы да 11-ші домға келіп тұр. Бұл сіздерде сәттілік айы деп айтсам қателеспейміз. Бұл сіздерге жылына бір рет келетін мүмкіндікті жіберіп алма деген сөз. Егер интернет арқылы жұмыс жасайтын болсаңыздар, подписчиктеріңіз көбейеді. Мен деген түнде мен кітап оқимын деп көзім қатты ысып кеткен екен. 5-те тұрып оқимын, 5-тен бастап оқыдым ғой бүгін. Одан кейін мен әлі батысы сабақ беріп жүрмін ғой. Түнде мен күндіз мен дайындалып. Көзім қатты ысып кетіпті. Сосын сіз телец белгісіндегі адамдар үлкен команда жинайсыздар. Немесе үлкен бір коллективке кіресіздер. 7 март күні Венера мен Марс бірігеді. Яғни Венера әйел адамның энергиясы болса, Марс ер адамның энергиясы деген сөз.
ол сіздерге 10-шы домға келіп тұр. Бұл жұмыс, статус, жетістіктерге жауап береді. Отношениеде статусыңыз өзгереді. Егер жолдасыңыз, екінші жартыңыз болмаса, екінші жартыңыз пайда болуы мүмкін. Ал немесе жолдасыңыз болса, ажырасуы да мүмкін. Статусыңыз өзгерейін деп тұр ғой. Немесе балалы болмай жүрсеңіз, бала көтеруіңіз мүмкін. Статус деп соны айтады. Одан кейін жұмыссыз болсаңыз, жұмысқа орналасасыз. Отношения тақырыбы өзекті болады 7 марттан кейін. Март айында өміріңізде судьбоносный жаңалықтар болады. Судьбоносный деген тағдырыңызды өзгертетін жаңалықтар. Бұл енді затмение деген 30 апрельге келіп тұр. Сол себепті сіздерде судьбоносный жаңалықтар болайын деп тұр. Одан кейін 10-шы дом деген басқа үйге немесе басқа офиске көшу деген мағынаны білдіреді. Венера мен Марс біріккен соң, ол серіктеспен жұмыс жасаса жақсы болады деген сөз. Жалпы, егер жұмыс жасап жүрсеңіз, жұмысыңыздан кетуіңіз де ықтимал. Немесе жұмысыңызда повышение болуы мүмкін, зарплата өсуі мүмкін. Солардың барлығын енді өзгерістер деген сөз соны айтады. 11 март күні Меркурий 11-ші домға келіп тұр екен. Меркурий егер 11-ші домда болса, документке, хатқа, жаңалықтарға, сосын группа людей дейді ғой, бірнеше адам болып жұмыс жасау деген мағынаны білдіреді. Өз сайтыңызды ашуыңыз мүмкін. Жалпы ашуға қолайлы. Группамен оқуға, немесе группадағы адамдарды оқытуға өте жақсы кезең. 18 март күні полнолуние бізде ай толады. Ол 5-ші домға келіп тұр екен. Бұл дом өмірден рахат алу, қуанышты кезеңге түсіп тұр. Балалы болуға сәтті кезең. Жалпы демалуға, шетелге баруға, тауға, қонаққа, театрға, выставкаға баруға жақсы кезең. Өз жұмысыңызды сатуға қолайлы. Егер сіз бір творческалық, шығармашылық жұмыспен айналысасыз, ол көптен бері өтпей тұрса, енді соны интернет арқылы сатуға өте жақсы, сәтті кезең. Лотереядан ұтып алу мүмкіндігі туып тұр. Егер лотерея алатын болсаңыздар, 3 лотерея алу керек, бір емес, 3. Өзіңіз немесе жақын адамдардың аяғы ауыр екенін еститін боласыздар. Егер балаларыңыз үлкен болса, сізді қуантуы мүмкін. Полнолуниеде бизнесіңізді сатуға, оны жабуыңыз мүмкін. Полнолуние бізде конфетно-букетный период дейді. Жалпы жақсы кезең, отношениеде жақсы кезең. Егер екінші жартыңызды іздеп жүрген болсаңыздар. Ай толған уақытта көптеген дүниелер, көптеген құпиялар ашылады. 21 март күні сіздерде 12-ші домға келіп тұр екен. Бұл деген сөз бір дүниеден бас тартасыздар. Ол зат болуы мүмкін, ол адам болуы мүмкін. Ал 28 март күні Меркурий өзінің белгісін ауыстырады.
ол көптен көрмеген адам жайлы жаңалық естисіз. Немесе архивтен құжат сұратуға жақсы. Өміріңіздің өткен бөлігіндегі бір адамдар жайлы жаңалық естисіз. Нумерологтан кеңес алуыңыз мүмкін. Жалпы эзотерикаға қызыға бастайсыз, батысыға, нумерологияға қызығып, даже оқып алуыңыз мүмкін. Түсіңізге аян береді, түсіңізге міндетті түрде мұқият болыңыздар. Медитация жасайсыздар. Шетелдің адамдармен жұмыс жасауға өте қолайлы. Немесе шет тілін оқып аласыздар. Үйде отырып интернет арқылы жұмыс жасайсыздар. Егер ешқайда бармайтын болсаңыздар, шетел тақырыбы сіздер үшін мүлде жабық болатын болса, үйде тайм-аут өткізесіздер. Тайм-аут деген сөз ол демалыс. Тыныштықта отырып демалу деген мағынаны білдіреді. Тыныштықта отырып сізге бір шешімге келуге тура келіп тұр. Қандай жағдай болмасын, 11-ші дом өте сильный сіздерде, мықты. Сол себепті қандай жағдай болмаса да достарыңыз сіздерге міндетті түрде көмектесетін болады. Енді менің айтарым осы. Егер менің гороскопым сәйкес келіп жатса, комментарийге жазып, менің каналыма жазылып отырсаңыздар, мен қатты қуанатын едім. Жақсы, сау болыңыздар.